Қайырлы күн, отандастар. Ядролық сынақтардың арқасында пайда болған атом көлі. Бұндай көл біреу ғана емес. Дегелең таудың бер жағында, Саржалдың ар жағында екі көл бар. Қазір біреу екеу болып қалған дейді, біреу енді әлі бар дейді. Биыл ядролық сынақтардың аяқталғанына 30 жыл толып жатыр. Ядролық сынақтардың арқасында қаншама адам зардап шекті. Қазақтың бір қасіреті бұл. Қазақ халқы білмей осы маңайда тұрды. Оған ешкім айтпай ядролық сынақтарды өткізді. Сынақ болған кезде кісілерді үйлерден жинап басқа жаққа апарып сынақтар жасады. Енді жер асты сынақтары болған кезде жай ғана үйден шығуға сұрады. Халық, осы жақтағы маңайдағы ауылда тұратын халық үйлерінен шығып далада жүрді. Олардың айтуы бойынша сынақ болған кезде жер сілкінетін дейді. Сол міне. Қаншама қазақ халқымыз қасіретті көрді ғой. Бұндай қасірет болмасын. Бұл енді ең белгілі көлдердің бірі. Дөңгеленіп тұр. Көлде енді кісілер балық аулайды дейді. Мына көлдің басында ешкім балық аулап отырған көрген жоқпын. Бірақ та ар жағында судан балық аулайтындар бар. Қазір оны көрсетейік біз сіздерге. Ар жерде көрсеңіздер, машиналар тұр еді. Балық алып жүргендер. Ар жағында да бір машина тұр. Міне осындай жер бұл. Мына жағымызда міне көл, ядролық сынақтың мына жағымызда Шаған өзені. Осыны бұрыштан осыған су құйылып жатыр. Кезінде мұнда ешқандай зияны жоқ деп бір әскери шынды адам суға түсіпті. Бірақ та біраз уақыт өткеннен кейін онкологиямен ауырып марқұм болып кетіпті, қаза тауыпты. Соны. Мына көлдің жанындағы штольня.